Батыс Қазақстан облысында қызылша өршіп тұр. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникациялар алаңында өткен брифингте сала мамандары айтты. Жыл басынан бері облыста 332 адам қызылшамен ауырып, 276 адам емделіп шыққан. Мамандар қызылшамен ауырып жатқандардың көбісі екпе алмағандар дейді. Ауырғандардың 81,4%-ы қызылшаға егілмеген және егу құжаты жоқ адамдар, оның ішінде 10,4% екпе жасына жетпеген балалар. Одан қалса жаңа егу туралы мәліметі белгісіз, екпеден бас тартқандар медицина қарама-қарсы көрсеткіштер бойынша себептері бойынша екпе алмаған балалардың арасында тіркелуде. Бүгінде қызылшамен ауырып жатқандардың жас категориясы әртүрлі. Қазіргі уақытта жұқпалы аурулар ауруханасында 56 адам ем алып жатыр. Оның ішінде 4-еуі бала, 17-сі ересек адам, 3 жүкті әйел бар көрінеді. Стационарлық ем алып жатқан бір баланың жағдайы ауыр. Қызылша ауруы адам ағзасына айтарлықтай залал келтіретін ауру дейді мамандар. Иммунитеті жоқ кез келген адамның ауырып қалу қаупі өте жоғары. Екпе алмаған балалар және жүкті әйелдерде қызылша ауыр ағымда өтеді және келесі асқынуларға алып келеді. Пневмония, энцефалит, үлкен адамдарда гепатит және сонымен бірге өлім жағдайына да алып келіп соқтыруы мүмкін. Атап өтетін жағдай иммунологиялық амнезия деген аурудың туындауы мүмкін. Бұл өмір бойы иммунитеттің болмай қалуы. Мамандар қызылшамен күресте ең басты нәрсе екпе алу дейді. Қазіргі уақытта жеке көзқарастарына байланысты екпеден бас тартқандармен профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр деп атап өтті өз сөзінде облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Айнаш Жұбанышқызы. Соған қарамастан облыста 3000-нан астам ата-ана қызылшаға қарсы екпені алудан бас тартып отырған көрінеді. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилов, Жайық пресс ақпарат агенттігі.